Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Біз бүгінгі сабақта математика пәнінен 10 санымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта 10 саны нені білдіретінін түсінесің, 10 санын қалай алуға болатынын түсінесің. Сабағымызды бастамас бұрын қысқаша бір жаттығу жасап өтейік. Қазір балалар, біз осы алдымызда тұрған сандарды тура және кері санайық. Әуелі тура санап өтейік. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тамаша. Енді кері санайық. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Жарайсыңдар балалар. Өте тамаша. Тура және кері санап өттік. Енді мына жаттығуға назар аударайық. Біз жалпы санның нені білдіретінін білеміз, балалар? Сондықтан біз алдымызда тұрған жемістер мен көкөністерді санап көрейік. Әуелі апельсинді санайық. Нешеу екен? Өте дұрыс балалар. 7 апельсин бар екен. Ал енді алмұртты санап көрейік. Тамаша. 5 алмұрт бар екен. Ал сәбізді санап жіберіңіздер. Өте дұрыс. 6 сәбіз бар екен. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, келесі тапсырмамыз сәйкестендір деп аталады. Енді біз қазір суреттерді өзіне сәйкес сандармен байланыстыратын боламыз. Ал қараңыздаршы, бір санына сәйкес қандай сурет көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, жұлдызшаны көріп тұрмыз. 2 санына сәйкесетін не зат екен? Тамаша, гүлдер. 3 санына сәйкесетін қай зат бізде? Өте дұрыс, ойыншықтар. 4 санына сәйкесетін не зат екен? Кеселер. Тамаша, жарайсыңдар. 5 санына қай сурет сәйкеседі? Өте дұрыс, алмұрттар сәйкеседі екен. Ал 6 санына не сәйкес? Алмалар. Дұрыс айтасыңдар. 7 санына қай сурет сәйкес келеді? Дұрыс, шыршалар сәйкеседі екен. Ал 8 санына сәйкесетін не зат? Тамаша, доптар. Ал 9 санына сәйкесетін зат көріп тұрмыз ба? Өте дұрыс, саңырауқұлақтар 9 санына сәйкеседі екен. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы да тамаша орындадыңыздар. Балалар, мына тапсырмаға назар аударайық. Алдымызда сандар қатары берілген екен. Ол жерде кейбір сандар жоқ. Сол сандарды анықтап жіберейікші. Ал басынан бастап санап көрейік. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мұнда жоқ сан 7. Өте дұрыс. Келесі тамаша 8 саны. Одан кейін 9. Ендігі жоқ сан 10. Өте дұрыс айттыңдар балалар. Екінші қатарға қарап жіберейікші. 0. Дұрыс айтасыңдар. 1 саны. Одан кейін 2, 3. Мұнда тұратын тамаша 4 саны. Енді 5, 6. Дұрыс айтасыңдар. 7 саны. 8. Мұнда 9 екен. Өте тамаша. 9-дан кейін 10 саны тұр. Балалар, бізге осы сандар қатарының ішіндегі таныс емес қай сан болып тұр? Дұрыс айтасыңдар. 10 саны бізге таныс емес сан болып тұр, Олай болса, қазір біз сіздермен 10 санымен танысып алайық. Біздің 10 гүл қиып алуымыз керек. Неше гүл қиып алдыңдар? Қане санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді неше гүл қию керек? Дұрыс, енді біреу қиямыз. Сонда 10 болады. Өйткені 9-ға 1-ді қосқанда 10 болады. 10 санының басқа сандардан қандай айырмашылығы бар? 10 саны 2 цифрдан тұрады. 1 және 0. 2 цифрдан тұратын сандар 2 таңбалы сандар деп аталады.
Екі таңбалы сандар ондықтардан және бірліктерден тұрады. 1 ондық, 0 бірлік. 10 ең кіші екі таңбалы сан. 1 ең кіші бір таңбалы сан. 10 санын жазып үйренейік. 10 саны екі цифрдан тұрады. Әрқайсысы жеке тор көздерде жазылады. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Біз жаңа ғана 10 санымен танысып алдық, иә? Енді мына тұрған заттарды санап көрейікші. Алдымызда ненің суреті тұр? Дұрыс айтасыңдар. Құлпынайдың суреті тұр. Ең әуелі құлпынайды санап жіберейік. Қанша құлпынай екен? Дұрыс, 10 құлпынай екен. Ал енді балапандарды санап өтейік. Қанша балапан екен? Дұрыс, 10 балапан екен. Енді тиындерді санай қойыңыздар. Өте дұрыс, 10 тиын бар екен. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, 10 саны 10 затты білдіреді екен, е? Жақсы, тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға өтейік. Енді бұл жерде балалар, сіздерге санның құрамын анықтау керек. 10 дегеніміз, ол 9 пен 1-дің қосындысы. Жақсы, тамаша, жарайсыңдар. Қазір енді мен сендерге мынандай тапсырма беремін. Осы 10-ның құрамын қолымызға парақ аламыз да жазып шығамыз. Ол үшін мен сіздерге біраз уақыт беремін. 10 саны шығу үшін нешемен нешені қосуға болатынын қазір жазып шығыңыздар. Ал, балалар, аяқтайық. Жұмысымызды жазып біттік пе? Ал, жұмысымызды жасап болған болсақ, енді тексеріп өтейік. 10 болу үшін 8 бен 2-ні қосамыз. Өте дұрыс. 10 болу үшін 7 мен 3-ті қосамыз. Тамаша. 10 болу үшін 6 мен 4-ті қосады екенбіз. 10 болу үшін 5 пен 5-ті қосады екенбіз. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы да өте тамаша орындадыңдар. Сонымен, балалар, біз бүгінгі сабақта 10 саны нені білдіретінін түсіндік. 10 санын қалай алуға болатынын үйрендік. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.